Маңғыстау төсіндегі Шерғала, Қаратаудың орталық және батыс шоталарының ортасында орналасқан тау түзілісі. Әлемге әйгілі жібек жолының қызып тұрған кезінде талайларға көлеңке пана болған деседі. Қайсы бір аңыздардың айтуы бойынша, бұрын Шерғаланың төбесінде кішкене қалашық болған. Таудың солтүстігіндегі осы бір тұсы ескен желден қажалып, өзгеріске ұшыраған. Шығыс жағы мен оңтүстік бөлігі тіп-тік жар боп келеді. Үстіңгі беті теп-тегіс. Етек жағында таудың басына апаратын үңгір бар. Аңыз бойынша ол жерде өлген адамдардың рухтары өмір сүреді екен. Осы аймаққа әйгілі суретші Тарас Шевченконың өзі келіп пленер жасапты. Поляк суретшісі Залесский де осы аймақтың пейзажын көркем бейнелеп үлгерген. Ал бұл көркем көрініс жайлы шайырлар Шерғала таудың бөркеді, айрықтай таудың көркеді деп жырға қосқан көрінеді.